Қайырлы күн, достар. Бүгін біз браслет жасаймыз. Маған қажеті 0,38 мм. Трос осындай. Күмісін алам. Күміс түстісін. Неге мен алдын ала кесіп алдым? Себебі мен екі жақтылы жұмыс істегім келеді. Сіз мысалға білетін болсаңыз, қандай ретпен жасайтыныңызды, қандай дизайнмен жасайтыныңызды алдын ала сызып алатын жағдайда осы түрді қолдансаңыз болады, осы әдісті. Мысалға мен білем, ортасында менде осындай люксовый фурнитура болатын. Барысты мен келемде ортасына тығам. Мына жерде осындай тесігі бар. Енді мен білем өзім ритмді қандай түрде жасайтынымды. Сондықтан былай жасаймын. Мысалға менікін көрсетейін. Сіздерге ұнаса қосылсаңыздар болады. Былай екі жақ симметриялы болса, істеген жақсы өте. Ыңғайлы да, сосын тез болады. Мысалға менде ритм былай, екі қараны салдым екі жаққа. Енді келесілерін мен сұр жөмшікті мен міндетті түрде бір-бірден саламда араларына осындай қара хрусталь салатын боламын. Ұстама. Балапан, ұстама. Не жиналды бізде көрсетейін. Көрдіңіздер ғой? Осындай болып шығады. Үшеуін салдым мен. Сонда бізде осындай сүйкімді браслет қазір жиналып жатыр. Бұл бізде бітті десе болады. Ендігі біз кремді қолданамыз. Менде бұл жерде өте ұсақ крем бар. Екі түрлісі бар, бірақ бұлар өте жұмсақ түрі, ең арзан түрі десе болады. Дегенмен өзінің функциясын жасайды. Мысалға бастапқы кезеңде сіздер жай көріп жатсаңдар мен видеомен бірге істеуге бұл жақсы бастама деп ойлаймын. Бірінші көріп, ұнай ма сізге, осындай іс жасағыңыз келе ма деген сияқты. Тест ретінде қолдануға жақсы. Менде біреуінің формасы осындай. Екіншісі формасы қайда кетті? Мынандай, біреу трубочка, көрдіңіздер ғой? Біреу мынандай. Оның түрлері бар. Бұл ең қолжетімді бастапқы кезеңде қолдануға болатын ыңғайлысы деп ойлаймын. Негізі бір крем жетеді бір жаққа. Бірақ мен екеуін де салғым келіп тұр. Біреуін мен қолданам қазір. Біреуін қолданбаймын. Қалай екенін қазір түсінесіздер. Біріншіден мен кремді салдым. Енді
біздің застежка қажет қой. Бұл біздің застежка. Екі жақтылы. Қараңыздар қандай. Көне стильде сияқты, я. Білмеймін, сондай ұнатамын мен осындай. Бронза, осындай түрлерін біртүрлі ескі қылып көрсетеді, бірақ өте сүйкімді, әдемі қылып көрсетеді. Бұны тогл деп атайды. Тогл, застежканың аты. Негізі бір крем жетеді бір жаққа. Бірақ мен екеуін де салғым келіп тұр. Біреуін мен қолданам қазір. Мынаның алдында мынаны кіргізуім керек еді. Екеуін қолданам деді. Негізі біреу жетеді. Міне. Былай саламыз. Бір. Мынандай жұмсақ болғасын мен өзінше сақтық ретінде екеуін салып жатырмын. Шашылып қалмайтын. Көрсеңіздер болады қайда-қайда өзіңізді қолыңызбен жұмысты қайталап. Көрсеңіздер болады. Бұл қазір бұндай болып тұр. Енді не істейміз? Менде осындай құрал бар. Мен осымен қадаймын. Біреуін ғана қыстырып жатырмын қазір. Біреуін ғана бұлай басып жатырмын. Көрдіңіздер ма? Трубочка емес, қазір бұлай қысылып тұр. Міне жақсы, мына жері бос, қадалып тұрған жоқ, қаттылы битіп тұрған емес. Қолдануға болатын жақсы. Мына артық жерін мен кеспеймін енді. Бұлай жасаймын. Мынаны ішіне кіргіземін. Бұл шашылып қалған жағдайда да өте қажет. Жаңағы басқа жіпке қыстырмай, осыған тартып қоясын. Мынаны ішіне тығамыз. Қысқаша айтқанда, оның бәрін мен алғашқы видеоларда, сабақтарымда айтқан болатынмын. Не үшін ол қажет, көрсеңіздер болады. Бұл жерде бәрі ерінбей айтылған болатын. Міне. Осылай бірнешеуін кіргіземіз. Бір жағы дайын. Екінші жағы. Қарап аламыз, дұрыс тұр ма? Енді екінші жағы. Екінші жағына мынаны қыстырудың алдында тоглды біз тағы да қайталап кремді саламыз. Сосын застежканы саламыз. Мынаны кіргіздік. Енді ішке қарай саламыз. Мынау менде ұзындау енді біраз. Бұлай алып қалсам болады. Мына қалып қалғанды лақтырмай, сақина жасауға болады осындай түрде. Басқа бірдеңелерге қолданса болады, сырғаға қолданса болады. Осылай қайталаймыз, тартамыз, кіргіземіз кішкене. Тіпті мысалға біреулер созып жүрсе балдар болады ғой кейде. Қатты тартып жүреді, созып жүреді. Мынау тіпті тартылған кезде осы ұзындықтың арқасында ол үзілмей тұрады да, сақтап тұрады. Белгілі бір ұзындыққа дейін. Мына жерде өзіңіз бүйтіп тарта алмасаңыз қолмен, онда құралды қолдансаңыз болады. Қалай жасайды оны? Как будто
Тепсиді алдым. Аламыз да былай тартамыз. Көрдіңіздер ғой, тартамыз. Мен негізі ерте тарттым, маған әлі бірнеше моншаққа кіргізу керек бұны. Ары қарай кесіп тастаймын деп есептесеңіз, мысалға, онда осылай жасауыңыз қажет болады. Көрдіңіз, ана жерде артық орын қалды бізде. Сол үшін бізге тарту қажет. Үшеуі 3 моншақтан өткіздім. Сол 3 моншақтың өзі жетеді, жеткілікті. 2 моншақта жетеді. Так, оған не жақсы еді негізі? Былай тартсаңыз болады. Енді мына қалғанын былай ғана кесіп тастаймыз. Кусачка осындай темірді жақсы кеседі, жұмсақ темірді. Сосын оны да салып қоямыз ішіне қарай. Шықпаса, салынбаса, онда алып тастаймыз. Себебі қолға тимеген дұрыс, қолдың терісіне ауыртпағаны жөнді. Енді не қалды бізде? Ол осыны қадау қалды. Кішкене ысырамын. Тақалып тұрмағаны жақсы маған. Сосын жайлап қана былай бекітеміз. Мынау бізде алдыңғысыныкі кесілмеген. Бұны да алып тастасақ болады. 3 моншаққа да жақсы. Сонымен бізде осындай әшекей шықты. Міне, мынау тогы. Өте оңай киіледі бір қолмен. Қараңыздар, қалай жылтырлап тұр. Ал қолға киіп көрейік.